Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Тыңдалым және айтылым. Тапсырма. Бірінші тапсырма мәтінді мұқият тыңда, тапсырмаларды орында. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан. Су мұздай салқын таза екен. Бұлақтың басында жатқан үлкен таста «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деген жазу бар екен. Жолаушылар бұлақтан су ішеді. Сонда тастағы жазуға көзі түскен бір жолаушы: «Бұл бұлақ күні түні тынбай ағады. Бара-бара оған басқа бұлақтар қосылып үлкен өзен болады. Бұл жазуды сен де ешқашан жалқауланып тоқталып қалма. Сонда мұратыңа жетесің дегені деп түсінемін» дейді. Екінші жолаушы тұрып: «Бұл бұлақ кімді болса да ыстықтағанда салқындатып рахаттандырады, сусағанның шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсең, оны ешкімге міндет етпе дегені болар» дейді. Жолаушының үшінші жас жігіт үндемей тұрады. Жолдастары: «Сен неге ойлайсың?» деп сұрайды. «Меніңше, адамдар бұл бұлаққа күні түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Ал тастағы жазуды көңіліңді, бойыңды осы таза бұлақтай таза сақта дегені деп түсінемін» деп жауап беріпті. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаған болсақ, жолаушылардың бұлақ туралы айтқан пікірлерін тауып сәйкестендіреміз. Бірінші жолаушы және үшінші жолаушы. Бірінші жолаушы: «Біреуге жақсылық етсең, оны ешкімге міндет етпе. Көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Ешқашан жалқауланып тоқтап қалма, сонда мұратыңа жетесің» деген сөздерді бұлақ туралы айтқан пікірлерін тауып сәйкестендіреміз. Әрине, есімізде болса, бірінші жолаушы не деді ол? Ешқашан жалқауланып тоқтап қалма, сонда мұратыңа жетесің деді. Бірінші жолаушы, міне көріп тұрғандарыңыздай, бірінші жолаушы сөзін үшінші қатардағы сөзбен, сөйлеммен сәйкестендіреміз. Ал үшінші жолаушы не деді? Көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта деді. Міне балалар, осылай сәйкестендіреміз. Келесі: сен қай жолаушының пікіріне қосыласың? Неліктен? Мақал-мәтелдерді, көркем сөздерді қолданып өз ойыңды айт. Балалар, енді сіздердің ықтимал жауаптарыңыз: мен 3 жолаушының да пікіріне қосыламын. Себебі адамдар еңбекқор болса, мөлдір бұлақ сияқты басқаларға жақсылық жасай білсе, көңілі қардай таза болса, оған бәрі де ынтық болады деп ойлаймын. Немесе мен осы бірінші жолаушының пікіріне қосыламын, немесе мен екінші жолаушының, немесе мен үшінші жолаушының пікіріне қосыламын деп, осылай өз ойларыңызды, ықтимал жауаптарыңызды айтсаңыздар болады. Міне осы тыңдалым және айтылым бойынша 6 балл жинаймыз. Келесі оқылым бойынша мәтінді түсініп оқып, тапсырмаларды орындаймыз. Тыңда: 3 бала орманға барды. Орманда жеміс-жидектер, құстар көп. Олар қыдырып жүріп, күннің қалай өткенін байқамай қалды. Енді үйлеріне қайтып келе жатыр. Ата-анасына не деп айтарын білмей қорқып келеді. «Үйдегілерге не дейміз?» деді балалардың бірі. Олар жол бойы тұра қалып ақылдаса бастады. Өтірік айту мен шындықты айтудың қайсысы оңайырақ? «Мен орманда қасқырдан тығылып отырдым» деп айтамын. «Сонда әкем маған ұрыспайды» деді бірінші бала. «Мен жолда атамды кездестірдім деймін. Сонда анам ашуланбайды» деді екіншісі. «Ал мен шынымды айтамын» деді үшінші бала. «Шындықты айту оңайырақ, себебі ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ» дейді балалар. Балалар, мәтінді түсінген болсаңыздар, енді тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінге ат қой дейді. Мысалы үшін, мәтінге қайсысы оңайырақ, не оңай деп, осы екеуінің нұсқасының біреуін алсаңыздар да болады. Келесі: мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді тауып қоршапсыз.
Балалар, мен міне былай көрсетіп қойдым, ол мәтіндегі негізгі ол шындықты айту, оңайырақ, себебі ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Міне осы сөзді қоршап сызып қойсаңыздар болады. Келесі, балалар қандай сұраққа жауап іздеді? Балалар өтірік пен шындықты айтудың қайсысы оңайырақ екеніне жауап іздеді, Ал оларға не әсер етті? Себебі олар күні бойы орманда жүрді, немесе ата-аналарына ескертпей орманға барды, үйге кеш қайтты, деп осы үш нұсқаның біреуін жазсаңыздар болады. Келесі сұрақ мәтін бойынша неліктен сөзін қатыстырып, бір сұрақ құрастырып жазамыз. Мысалы үшін, сен кімнің пікірімен келісесің? Немесе неліктен, немесе балалар неліктен өтірік айтқысы келді? Деген осы мінемізді үш нұсқа көрсетіп отырмын. Осы үш нұсқаның біреуін жазсаңыздар болады. Міне оқылым бойынша сіздер 5 балл жинауларыңыз қажет. Егер барлығына дұрыс жауап жазсаңыздар, 5 балл жинайсыздар. Келесі тапсырма жазылым. Бірінші тапсырма мәтін кейіпкерлерінің қайсысының пікірін қолдайсың? Неліктен? Өз көзқарасыңды білдіріп, кейіпкерге хат жаз. Балалар, сіздердің енді білім алушылардың ықтимал жауабы. Сәлем балалар, сендер туралы мәтінді оқып шықтым. Мен соңғы баланың айтқан пікіріне қосыламын. Расында да шындықты айту оңай. Өтіріктің соңы жақсылыққа апармайды. Сондықтан да ата-аналарыңа шындықты айтуларың керек. Сәлеммен өзіңнің аты жөніңді жазсаң болады, мысалы үшін. Немесе, сәлем балақай, сенің айтқан сөзіңді оқып қуанып қалдым. Сен өте адал бала екенсің, өте дұрыс айтасың. Басқа балалар сенен үлгі алу керек. Әрқашан осы адалдығыңды сақтай біл. Сәлеммен досың, деп аты жөніңді жазып, осылай жазсақ болады, балалар. Міне осы бойынша егер кейіпкерге хат жазсаңыздар, 5 балл жинайсыздар. Барлығы, яғни 15-16 балл жинауларыңыз қажет, балалар. Балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.